Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге бүгін осындай картошкадан жасалған салаттың рецептін бөліскім келеді. Бұл салатты көбінше немецкий картофельный салат деп атайды. Өте тойымды салат, нағыз кешкі асқа арналған. Құрамындағы заттары қолжетімді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салат менің күйеуіме қатты ұнады. Алдымен картошканы сыртын ашымай, осылай тазалап жуып аласыздар 2-3 қайтара. Таза суға жарты шай қасық тұз салып, картошкаларымызды баяу отта 20 минуттай қайнатасыздар піскенше. Піскеннен кейін осылай тексеріп алып суытып қоясыздар. Осы аралықта пешімізді қыздырып қойып, табаға пергамент немесе фольганы төсеп, оның үстіне оливковое маслоны құясыздар. Дайын болған картошкаларымызды осылай арасын алшақтатып орналастырып аламыз. Кез келген банка немесе стакандардың көмегімен видеодағыдай үстінен басып шығасыздар, шұқалатып. Картошкалардың үстіне азырақ шым-шым тұз, қара бұрыш себеміз көз мөлшерімен. Одан кейін паприка қоссаңыздар болады. Қызып тұрған духовкада максимальный градуста 10-15 минут қызартып аласыздар. Осылай қызарғаннан кейін енді келесі бетін аударамыз. Асықпай, жаймен бұзып алмай аударыңыздар. Үстінен тағы осылай басып шығамыз. Енді оливковое маслоны құямыз бетіне. Одан кейін қара бұрыш көз мөлшерімен паприканы себеміз. Тағы да духовкаға жібереміз. Осы аралықта көкөністерімізді турап алсақ болады. Қызыл пиязыңмен жартысын қостым. Оны майдалап турап аласыздар. Одан кейін үстіне осылай пышақпен басып ұсақтап аламыз. Келесі кезекте селлериді тураймыз. Оны да жіңішкелеп алдымен, одан 4 бұрышты етіп, майда бөліктерге бөлесіздер. Селлеридің пайдасы өте көп екенін білесіздер, әсіресе іш құрылысы ауыратын кісілерге. Келесі кезекте тұздалған қиярымызды тураймыз. Оны да видеодағыдай 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Келесі укроп, оны майдалап тураймыз. Пештен қызарып шыққан картошкаларымызды кішкене суытып аламыз. Одан кейін пышақтың көмегімен әртүрлі бөліктерге бөлесіздер. Маған қатты майдаламай, осылай қолмен бөліп, арасында үлкен болып жүргенін ұнатамын. Ендігі кезекте соусын дайындаймыз. Қаймақ немесе майонез қосуға болады. Мен майонезге азырақ лимон тамшысын тамызып қостым. Егер қаймақ қосатын болсаңыздар, дүкендегі майлылығы аз қаймақты қосыңыздар. Осымен салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріп, дәмін татып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бетіне әсемдігі үшін укроп септім.